Астанадағы қазіргі заман өнерінің мұражайында қылқалам шеберлер мен мүсіншілердің туындылары жиналған. Мұнда өмірден озған суретшілер мен замандастарымыздың картиналарын тамашалау мүмкіндігі бар. Аманат бағдарламасының кезекті санын Қазақстан суретшілеріне арнамақшымыз. Бағдарлама жүргізушісі мен Қасымхан Бұғыбай, армысыздар. Қазіргі заман өнер мұражайы 1980 жылы қазан айының 2 жұлдызында тың игерудің 25 жылдығына орай ашылған болатын. Бастапқы кезде мұражай жинағы тың жұмыстарына еріп келген суретшілердің еңбектерімен ғана шектелген еді. Өткен ғасырдың 50 жылдары салынған суреттер сол кезеңнің тыныс-тіршілігін тайға таңба басқандай етіп бейнелеген. Ол заманның бір ерекшелігі, кеңестік дәуір болғаннан кейін ең бірінші еңбек адамын сол кезде болып жатқан әртүрлі саяси құрылыстарға байланысты кеңес дәуірдегі үлкен құрылыстар, тың игеру, жаңағы мал шаруашылығы, солардың арасында жүрген адамдарды еңбектерін дәріптеу үшін жаңа суретшілеріміз тың игеру жұмыстарына қатысты, үлкен заводтардың құрылыстарына барып қатысты, шынайы ішінде жүріп, сол өмірді, сол жағдайды өздерінің суреттерінде шынайы бейнелеу мақсатында. 30 жылдан астам уақыт ішінде мұражай қоры бұрынғы кеңес одағына қарасты барлық дерлік республика суретшілерінің шығармаларымен толықты. Олардың қатарында Грузия, Армения, Латвия, Литва, Эстония, Тәжікстан және тәуелсіз мемлекеттер достастығының өзге елдері суретшілердің бірегей шығармалары бар. Әрине біздің деген жинағымыз өте бай десек болады, неге десең, өте танымалы суретшілер. Ол біздің Хлудовтың жұмыстары бар, ол деген Айша Галымбаева, Гүлфайрус Исмайлова, Сидоркин және тағы басқа танымалы суретшілердің жұмыстары бар. Енді біздің мұражайда әртүрлі көрмелер өткізіледі. Ол деген енді болашақ біздің халқымызға көрсін, білсін деген білу үшін арналған десек те болады. Осы күндері қазіргі заман өнері мұражайында бір ел, бір жер тақырыбындағы көрме өтуде. Мұнда өнертану ғылымында 60 жылдардағы суретшілер аталып кеткен дарын иелерінің шығармалары қойылған. 60 жылдағылар өнер әлеміне тың серпін әкелді. Бұл кезең әдебиет пен кинематографта, сонымен қатар бейнелеу өнерінде де алып тұлғалармен есте қалады. Бір сөзбен айтқанда, бұл қазақ өнерінің дәуірлеген кезі болатын. 60 жылдардың бір Қазақстанның бейнелеу өнерінде қалдырған орны, бұл біздің еліміздің бейнелеу өнерін бір қалыптасқан, бір жақсы осы бейнелеу өнері жалпы мәдениетте ойып тұрып орын алған кезең болды. Телжанов ағамыз, Кенбаев, Мәнбеев ағаларымыз мысалға сол заманда жұмыс істеген. Одан кейін Гүлфайрус Исмайлова, енді Айша Галымбаева апамыз осы кездердің қай туындысын алмасаң да қазақтың исән қылып тұрады. Өйткені ол сол дәуірдің саясаты мен сол дәуірдегі болып жатқан үрдістестерді көрсетіп, шынайы еңбектің шынайы өзгерістерді өздерінің шығармаларында жазса да, ар жағында негізгі мәні өзіміздің ұлтымызға тән дүниелер болып жатты. Олардың ізін ала шыққан суретшілер 70-80 жылдары кубизм, абстракция, символизм бағытында да жұмыс істей бастайды.
Астанадағы қазіргі заман өнері мұражайында мүсін, кескіндеме, графика өнерінің туындылары жинақталған. Оларды тиісті талаптарға сәйкес мұқият қадағалап сақтайды. Қорда жиналған туындылардың ішінде замандастарымыздың да суреттері бар. Вот я вам покажу работы одной художницы, которая получила гран-при на конкурсе творческой молодежи. Сіздерге біздің мұражайда өткен шығармашыл жастардың шабыт фестивалінде бас жүлде алған суретшінің жұмысын көрсетейін. Бұл Наталья Крюкованың жұмысы. Өкінішке қарай ол дүниеден озып кетті. Содан бері де 5 жылдай уақыт өтті. Бірақ артында өлмес туындылары қалып отыр. Бұл жұмыстарды ол кәдімгі қаламмен қағаз бетіне салған. Сурет салу техникасы да ерекше еді. Өзінің шығармашылық жоспарларын жүзеге асыра алмай қалғаны өкінішті. Қараңызшы, мына жерде ол өзінде бейнелеген. Здесь вот она даже изобразила себя, вот она вот себя изображает здесь. Такая фантазия и техническое исполнение. Жалпы мұражайда 4000-ға жуық картина бар. Оларды осындай арнайы қорда сақтайды. Жылдар із салып тоза бастаған суреттерді ара-тұра қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп отырады. Мұражай қорындағы картиналар арнайы 3 қоймаға бөлінген. Мұражай қорының сақтаушысы Татьяна Қожахметқызының айтуынша, картиналарға негізінен Алматы және Семей қалаларында реставрация жасалады. Бояумен салынған кейбір картиналардың бүлінген тұсын қалпына келтіру мұражайдың өз ішінде де жүзеге асырылып жатады. Бұл шын мәнінде машақаты көп, зергерлік дәлдікті талап ететін ауыр жұмыс. Картинаның бүлінген тұсын бояуын сақтай отырып қалпына келтіру керек. Картины, как любой живой организм, мы относимся так, как к живому организму. Он имеет, конечно... Картиналар тірі организм секілді. Біз оларды солай қабылдаймыз. Олар әртүрлі күйге ұшырайды. Айталық, жақтаулары бұзылады. Оны біз ауыстырамыз. Бірақ бұл түк емес. Ал мысалы мына жұмысты алып қарайықшы. Бұл тың жұмыстарына арналған ертеде салынған дүние. Рабиновичтің тыңдағы партия жиналысы деп аталатын жұмысы. Бізде оның 2 жұмысы бар. Бұл 1950 жылдары салынған. Осы секілді жөндеуді талап ететін суреттерді іріктеп алып, оларды әдетте Алматыға жібереміз. Онда бұл мамандықты Ресейде оқып игерген, реставрациялық жұмыстарды атқаруға рұқсаты бар мамандар жұмыс істейді. Одну работу мы реставрировали. Ну, вот это вот тоже в плохой сохранности. Это вот 50-е годы, вот когда освоение целины было. Вот это мы приготовили для реставрации. Жалпы Қазақстандағы бейнелеу өнерін сөз еткенде, Евгений Сидоркинді айналып өтпеуге болмас. Суретші негізінен кітап графикасы саласында жұмыс істеп келген. Қазақ ертегілері, жыр дастандары кітаптарына арнап салған суреттері өз кезінде жоғары бағаланған. Автолитография бағытындағы жұмыстары да көпшілікке белгілі. Солардың ішінде Сәкен Сейфуллин атты шығармасын, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романына жасаған иллюстрациясын атап өтсек болар. Осы жұмыстары үшін ол Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. Это художник, который... Суретші Ресейден өзінің зайыбы Гүлфайруз Исмаиловамен бірге Қазақстанға еріп келіп, осында еңбек етеді. Жай ғана еңбек еткен жоқ, осы жерге ел мәдениетіне ғашық болып, оның бәрін өз шығармаларында көрсете білді. Өзінен кейін осындай мұра қалып отыр. Сидоркиннің шығармашылығын Қазақстанда ғана емес, күллі дүние жүзінде жоғары бағалайды. Біз үшін де бұл мақтаныш.
мұражайдың бір жақсы қызметі мынау қалыптасқан біздің осы мереке Астана күні дейді ғой. Осы Астана күніне жылда бір айтулы жақсы көрмелер ұйымдастырады. Енді кейде бір ұмытылып кеткен суретшілерімізді тауып іздеп, солардың шығармаларын көрсетіп, елге танытып, сондай бір ұлағатты істермен шұғылданып жатады. Бұл енді жаңағы музейіміздің басшысы Нелли Викторовнаның өзінің күндіз-түні таңбай жұмыс істеген еңбегінің арқасы, сол кісінің командасының арқасы. Астанадағы қазіргі заман өнері мұражайы өзге де мұражайлардың салтымен жылжымалы көрмелер ұйымдастырып отырады. Бұл да сөз жоқ қазақстандық бейнелеу өнерін қалың көпшілікке таныстырудың бірден бір жолы. Сол біздің жұмыстарымыз көрмеміз тек мұражайда емес, және деген мұражайдан тыс біз деген әскер бөлімдеріне, мектептерлерге жұмыстарымызды апарамыз. Сосын деген біздің мұражай басқа қалаларда өткен біздің жинақтан жасалған көрмелер Мәскеуде, Анталияда, Киевте, басқа қалаларда біздің жұмыстарымыз көрсетілген. Мұражайдың кіші көрме залында халық суретшісі Әбділхан Қастеевтің 110 жылдығына орайластырылған көрме ашылды. Мұнда суретшінің көпшілікке әйгілі картиналары қойылған. Кезінде Әбділхан Қастеев, Әбубәкір Исмаилов батырларымыз жаңа клубтардың үлкен осы бейнелеу өнерден салып кеткен мектебін дәріс алып, ары қарай жалғастырып, Мәскеу қаласында, Ленинград қаласындағы көркем сурет академияларын, Украинадағы Львов қаласындағы декоративтік көркем институттарын тәмамдап, осы біздің жастарымыз қайттан елге оралып, сол жақтан алған өздерінің академиялық үлкен білімдерін, сырт жақта жаңағы практикада көргендердің жұмыстарын, әлемдік деңгейдегі классикалық жұмыстарын дәріс алған, көріп үйренген өздерінің білімдерін осы елге келгеннен кейін көрсетті. Мұражайда қойылған Әбділхан Қастеев туындыларының ішінде портрет пен пейзаж жанрында салынған суреттер басым. Бұл 1960-1968 жылдар аралығында акварель бояумен салынған дүниелер. Негізі суретші өзінің жұмыстарын көбінесе акварель бояумен салғанда құп көрген. Көрмеде қойылған туындыларының ішінде Талас өзені, Біржан Сал, Шалкөде жайлауы сынды суреттер бар. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Сіздер еліміздің мұражайларына арналған Аманат бағдарламасын тамашаладыңыздар. Аман, сау болыңыздар.